бұл жерде мынандай бір екі тарап бар. Біріншісі мына тарапты айтайықшы. Қарызы, мынау ақшасы бар бола тұра бермейтіндер бар. Ондайлар да бар ғой айтпақшы. Енді қазір соны айтайын. Ең бірінші, мысалы, ақшаң бар, жағдайың келіп тұр, бірақ бермейсің. Мұндай адамдарға қатысты Расулалла саллаллаху алейхи уассалам өте қатты ескертулері бар. Кімде-кім қарызды қайтаруға мүмкіншілігі бар бола тұра қайтармаса, оған күнде күнәһар деп күнде жазылып тұрады дейді. Өйткені сен жағдайың бар, сен қайтармай жатсың да. Екінші мәселе, өте қатты ескерту. Қазір біреулер бұны бәрібір айту керек деп ойлаймын мен. Өйткені Бұхарида келетін бұл риуаят айтты. Кімнің қарызы бар дейді, қарызы бар. Бар болып тұрып, бірақ ол садақа беріп жүрсе дейді, садақасы қабыл емес дейді. Сен не істеп жүрсің, сен қарыз қайтармай? Сен мына жақта садақа беріп шашылып жүргенің не? Осы кезде, мынандай бір тонкость қосып жіберейін, қалай таза садақадан тыйып қоймаймыз? Мысалы, сен біреуге миллион қарызсың. Бірақ сенің қалтаңда 50 мың теңге ғана бар. Енді сен миллионды қайтара алмайсың ғой. Сенің әлбетте сол 50 мың теңгенен кішігірім садақа беруіңе болады. Бірақ егер де сенде миллион ақша болып тұр, ол осы хадис осы үшін айтылып жатыр. Сенде миллион ақша бар, и сен соны дәл миллион қарызың бар, сен қарыз қайтарудың орнына садақаны таңдасаң, вот сол кезде болмайды да. Вот осы кезде болмайды ол. Осы кезде қабыл емес деп айтылатын сөз Расулалланың ескертуі осы жерде жүріп жатырды. Одан кейін қарызға байланысты не? Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалама бұл мәселені өте қатты насихат, өте қатты қарыз болмаңдар деп айтатын сонша, қарызы бар адамдардың жаназасын шығаруға пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам не істейтін? Кейбір кезде өздерін шығара беріңдер деп айтатын. Өздерін шығара берін. Бір уақыттары біреу қайтыс болып, Расулалла қарызы бар ма десе, онда мен жаназаны шығармаймын деп айтты. Сол кезде артта тұрды да, шатаспасам, Саад ибн Аби Уаққас болса керек, я Расулалла, ол адамның қарызын мен өзім мойныма алайын, мен жабамын деп айтты дейді. Жабасың ғой деп айтты. Иә, ендеше мен қазір барып не істеймін? Қазір жаназа оқимыз дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жаназаны оқиды. Келесі күні Саадты көріп қалады, айтады, не істедің дейді. Кеше қарыз десе. Сол кеше жаназадан кейін жабам деп жүріп, сәл кешіктіріп, бүгін жаптым деп айтты. Сол кезде пайғамбарымыз, денесі онда бүгін ғана суыған екен ғой деп айтты дейді. Кешеден бері отта болды да. Кешеден бері азапталып атты деген әңгіме ғой ол. Сұралып атты, әйтеуір бір қиналып атты деген әңгіме де ол. Алдың ба? Жағдайың бар ма? Қайтар. Жағдайың бар ма? Қайтар. Сол үшін пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам басында ескертеді. Басында ескертеді. Кімде-кім, мынандай сөзі бар. Алып атқан кезде дейді ғой. Алып атқан кезде дейді, мынандай ниет болу керек екен ғой. Қайтарам деген ниет болса, Алла ол үшін қайтарады деп тұр ғой. Алла жәрдемдеседі. Әңгіме жоқ. Ал егер де пайғамбар бірақ бүйтіп айтады. Ал кімде-кім алып жатып қайтармайын деген ниет болса дейді. Қайтармай қойсам екен деп. Жоқ, ол уже қадайым деген ниеттер тұр ғой. Қадайым деген ниетпен. Кеше жіберсе ше деп. Сондай ниеттер бар ғой енді. Қайтарам дегеннен басқа ниеттердің барлығы міне жауабын қарасай. Пайғамбар сол хадисінде кімде-кім ол алып жатып қайтармаймын деген ниетпен алса, ол ұрлықшы дейді. Кімде-кім мынау біреумен неке қиып жатып дейді, уақытша ғана десе, ол зинақор дейді. Кішкене тастап жіберем десе, мысалға да уақытша ғана неке, ол зинақор. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам ескертуі.